Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Құрметті мұсылман қауым, құрметті жамағат. Алла Тағала қасиетті жұма күнгі тілеген дұға тілектерімізді Алла қабыл етсін. Бүгінгі қасиетті жұмада айтылатын кезекті тақырыбымыз осы қайырлы амал мұсылманның ең үлкен қазынасы дейді. Жалпы имандылық адам баласын тек қана жақсылыққа, ізгілікке жетелейді. Егер иманның тамыры ағаштың тамыры секілді терең болатын болса, адамның жасаған амалы, әрекеті сол секілді тамырдан шыққан ағаштың жеміс секілді, жапырағы секілді сол күйі көркеді. Алла Тағала қасиетті Құранда байқасаңыздар, «Я айюхаллазина аману» деп, иман келтіргендер деп аятты көп жерде бастайды. Сол аяттан кейін және ізгі амал жасағандар деп осы аяттың бөлігі көбінесе бірге келеді. Бұл дегеніміз, жалпы мұсылман адамның дәрежесі бұл дүниеде жақсылығымен қоршаған ортаға, қоғамға пайдасын тигізу, жақындарына, достарына, ата-аналарына пайдалы болу, ислам дінінде аяттар осыны ұғынсақ болады. Алла Тағала қасиетті Құранда мына бір аятта айтады: «Инналлазина аману ва амилу салихати инна ла нудиу ажра ман ахсана амала». Сондай-ақ иман келтіріп, игі іс істейтіндерге келсек, біз игі істер істейтіндердің сауабын әсте зая етпейміз дейді. Алла Тағала, ардатты пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, өзінің хадисінде мәйіттің соңынан 3 нәрсе ереді дейді. Оның екеуі қайтады да, біреуі онымен бірге қабірде қалады дейді. Оған еретіндер отбасы, мал мүлкі және амалы. Осы 3 амал ереді екен. Оның отбасы мен мал мүлкі кері қайтып, ал амалы онымен бірге қабірде қалады деген. Бұл хадис имам Бухари хадис жинағында келеді. Яғни адам баласы жақсылық, ізгілік, қоршаған ортаға пайда, жақындарыңызға қарым-қатынас, мәмілені дұрыстау керек. Мұсылманның өзгелігі пайда болып, жақсы іс, амал жасайтындардың қатарынан болып тырысу керек. Қасиетті Құран аяттарымен пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва салламның хадистеріне қарайтын болсақ, Алла Тағалаға ұнамды деп танылған ізгі амалдың түрлері бар. Олар негізде мынандай келеді. Біріншісі, уақытында оқылған намаз. Исламның 5 шартының әуелгісі Алла ризалығы үшін күніне 5 уақыт намазды орындау. Алланың бізге қойған бұйрығы. Ол Құранның 90-ға жуық жерінде осы намаз оқу жайында аяттар келеді. Ибн Масғуд, Алла оны разы болсын, мен Алла елшісінен саллаллаху алейхи ва саллям амалдардың қайсысы бірі Алла Тағалаға ұнамдырақ деп сұрады. Сонда Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям уақытында оқылған намаз деп жауап берген екен. Алла Тағалаға ең ұнамды амал уақытында оқылған намаз. Алла Тағала қасиетті Құранда мына бір аятты айтады. Өте мұқият тыңдаңыздар. Құранда мына бір аят келеді. Сондай ер жігіттер бар. Олардың күн көріс көзіне айналған саудаларды, күнделікті алу-сату істері де оларға Алланы еске алуына, намазды кемел жеткізіп үзбей әрі уақытында оқуға, және де зекетті толық беруге бөгет болмайды деді. Яғни айтып тұр екен, сонда ер жігіттер бар дейді. Олардың күнделікті жұмысы, кәсібі, шаруасы жұмысы, олардың Алланы зікір етуден, намаздан, зекетті толық беруден кедергі етпейді дейді. Бізде көбінесе қалай? Жұмысым бар, сосын оқып ала салам. Шаруа болып тұр, сосын үлгерем әлі. Сосынға кейінге қалдырамыз. Бізде сондай көп қалыптасады адамдар, көбіне байқауға болады. Сосын деп намазды тақалағанда бір оқиды, болмасын намаздан қаза қылып, сосын бір жинап алам дейтіндер де бар. Ол да жарамайды. Намазды уақытында оқу керек. Біздің ата-бабаларымыз да дәстүрінде, дінінде
қосарлап ұстаған даналарымыз да бар. Олардың осы шығармаларына қарайтын болсақ, не дейді? Осы Бұхар жырау өзінің атақты 11 тілегінде былай келеді. 5-ші тілек тілеңіз, 5 уақытта 5 намаз, бірін қаза болмасқа деп намаз туралы айтып кеткен. Намазды қаза етпеу жайында айтып кеткен. Және Абай атамыз роза, намаз, зекет, хаж, талассыз іс, жақсы болсаң жақсы тұт, бәрін тегіз деп исламның 5 парызын бекем болуға Абай атамыз айтып кеткен. Ислам 5 парызын бекем болу жайында. Бірде ардақты сахаба Абдулла ибн Масғуд, Алла разы болсын, сауда орталық болды, базар аралауға шыққан. Қайнап жатқан тіршілік. Енді бәріміз саудан білеміз ғой. У-шу болады, андас келесі болады, сауда сатып жатыр, алып жатыр. У-шу, адам көп, лық толы. Сондай картинка ғой айтқан кезде. Кенет бір кезде азанның дауысы естіліп, намазға шақырылған үн қалаға жайылды. Мешіттен шыққан азан дауысы жайылды қалаға дейді. Сол сәтте Ибн Масғуд, Алла разы болсын, ерекше бір көрініске куә болдым дейді. Жаңағы қайнап жатқан базардағы, саудадағы әргі у-шу отқан сауда алып жатыр, жүз сатып жатыр. Сондай кезеңде азанның дауысын естіген кезде саудасын бәрі доғарып, саудасы бітпесе де барлығы бір адамдай болып жиналып Алланы еске алуға мешітке жөнелген екен. Міне тамаша көрініс деп. Сол сәтте Ибн Масғуд, Алла разы болсын, міне дәл осылар Алла тағаланың өз кітабында арнайы мақтап еске алған адамдар деп. Жаңа жоғарыда аятта келтіріп тұр ғой. Сондай жігіттер бар деп. Күнделікті күн көрісіндегі саудалары, жұмыстары Алланы еске алудан, намаздан, зекетін толық беруден кедергі етпейді деп аятта меңзеп тұр екен. Екінші амал ол ата-анаға жақсылық жасау. Кез келген адам үшін дүниеде ең қымбат жандары бар, ол оның ата-анасы. Сондықтан асыл дініміз адам баласын ата-анасына жақсылап қарау, ата-анасына қарсы шықпау, ата-анасын құрметтеуге шақырады. Бұйырады. Қолдан келер жақсылық болса жасап, оларды риза етіп, әрдайым батасын алып, соған итермелейді. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның хадисіне қарасақ, Алланың разылығы ата-ананың разылығында, Алланың ашуы ата-ананың ашуына деген хадисі бар. Енді сахабалар ата-анаға деген құрметі қандай еді? Бізге дейінгі өмір сүрген сондай бір тұлғалардың ата-анасының мәмілесі қандай болды? Ата-анасына қалай қарады? Мысалы, әйгілі табиғин Урва ибн Зубайр сәждеде жатқан сәтінде ата-анасы үшін Алладан кешірім сұрайтын. Кешіре көр деп. Сәжде кезінде ата-анасын дұға ететін. Ата-анамды кешіре көр деп дұға тілейтін болған екен. Әйгілі ғалым Хайуа ибн Шурайх деген ғалым болған. Әлгі ғалым Хайуа ибн Шурайх, Алла разы болсын, дәріс алқасы өтіп жатқан мәжіліс. Сол сәт. Үлкен ғалым жиналған кезде талай жүздеген мыңдаған шәкірттер, қаншама жиналған адам жиналады. Ойлап көрдіңіздер, дәріс болып жатыр, алдына 100 мыңдаған адамда шәкірттер, әлемнің түкпір-түкпірін жиналған шәкірттер бар. Сол кезде мәжілісте андай ұстаздың аузынан шыққан әрбір сөзін әлгі шәкірттері маржандай қымбат ретінде әрбір сөзін теріп жазып жатыр екен. Тіпті сол кезде шыбынның ызыңдай шығатындай тып-тыныш болатын. Тып-тыныш мәжіліс. Сол кезде әлгі мәжіліс залына әлгі жаңағы ғалым Ибн Шурайхтың анасы кіреді. Сол тыныштықты бұзып анасы кіреді. Сол кезде айтады: "Уа ұлым, тұр орнынан, барып тауықтарға жем шашып келді" деген. Жаңағы ғалымның анасы кіріп тұр. Енді сол кезде шәкірттер, келген лық толы адам ойлайды ғой, қазір ғалым не істейді екен? Барып тұрып кете ме? Әлі анашым қазір мәжіліс бітіріп алайын, сосын барам деп жауап бере ме деп ойлап тұр ғой, не істейді екен деп тұр ғой енді. Бірақ сол кезде Ибн Шурайх еш кідірместен, жүзінде реніш, әлгі ұялу деген сезім болмай, тұрып шапанмен сәлесімен барып, тауықтарға жем шашып, анасының разылығын алып, мәжіліске қайта оралады.
мәжіліске қайтып оралып, ал енді сабағымызды жалғастырайық деп мәжілісті жалғастырады. Нағыз ғалым, нағыз ғалымдық. Ол нағыз тектілік мінбердегі орыннан емес, осы ата-анаға деген жақсылық жасаудан көрінеді. Ата-анасының разылығын алып, ата-анасының батасынан басталады неке. Және келесі, үшінші амал, сондай ізгі амалдардың бірі үзілмей жалғасатын жақсы іс. Аз да болса үзілмей әрдайым жасалып тұратын ізгі амалдар Алла Тағалаға ең ұнамды амалдар қатары жатады. Пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, «Хаббул амали илаллах адуамуха ва ин қалл». Алла Тағалаға ең ұнамды амалдар аз болса да үздіксіз тұрақты түрде жалғасатын деп жауап берген екен. Имам Науауи, Алланың разы болсын, осы хадиске түсіндірме бере отырып, бұл хадисте адамдарды тұрақты болуға шақырады. Яғни бұл жерде айтқанда, үлкен, бірақ тұрақсыз амалға қарағанда, кішкентай болса да, бірақ тұрақты болған амал жақсырақ деп тұр. Адам баласы мысалы, бір намаз оқығанда қоймай, бірақ аз-аздан болатын болса, аз-аздан бастап оқиды. Болмаса Құран оқыған кезде де, болмаса спортта да, әртүрлі салада да бір нәрсе бастар кезде аз-аздан бастау адамға жеңіл басталады. Соған үйренеді. Мысалы адам 10 шақырым жүгірем деп, бір дестен дайындықсыз жүгіріп кетсе, екінші күн тұра алмайды ол. Денесі ауырады, денесі нәпсі ол шыдамаған. Бірақ аз-аздан жүгіріп бастаса, денесі оған үйренеді, оған қиын болмайды. Дәл сол секілді қасиетті Құранды оқыған кезде де, Құранды енді үйреніп жатқан адамдар болады. Бір дестен мысалы бірнеше парайды өзіне көп алып оқып қойып, келесі күні аз оқып қою мүмкін. Сол себепті аз да болса үздіксіз жалғасқан амал ең жақсы амал солар деген. Аз да болса үздіксіз. Төртінші амал адамдарға пайдалы іс жасау. Мұсылман адамның басты сипаттарының бірі қоршаған ортаға, қоғамға, ата-аналарына, жақындарына, достарына, бауырларына пайдалы болу. Пайдалы бола білу. Ислам дінінде Алланың ризалығын көздеп, өзгелерге жәрдемдесу адамдардың қажеттілігін өтеу үлкен құлшылық деп саналады. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде «Хойрун наси анфаухум линнас» деп хадисті келтіреді. Адамдардың жақсысы өзге адамдарға көбірек пайда тигізген дейді. Қасиетті Құранның Мәриям сүресінде аятында Иса пайғамбардың сәби күнінде Алла Тағаланың құдіретіменен тіл қатып, мен Алланың құлымын деген баста келеді ғой, аятта келеді. Сол жерде «Вәжәалени мубаракан айнама кунту» деп аят келеді. Сол жерде былай түсіндіреді: мені қайда болсам да берекелі етті деп мағына сондай. Осы аяттағы берекелі болу дейтін ғалымдарымыз өзгелерге пайдалы болу деп түсіндірген екен. Яғни мұсылман адам тек қана өзіне емес, жақындарынан, бауырларынан, өз отбасына, жақындарына, достарына, туысқандарына пайдалы болуға тырысу керек. Және де бесіншісі, жасырын істелген ізгі амалдың берекесі дейді. Әмір ибн Сәбиттен жеткен деректерде Али ибн Хусейн дүниені өткеннен кейін адамды жуындырады ғой. Адам дүниеден кейін жуындырады, мәйітті жуады. Сол кезде жуған сәтте адамдар оның арқасынан қарайған іздерді көреді, арқасында іздерді көреді, қарайған. Сол сәтте бұлар сұрайды, бұл не деп сұрайды. Сол кездегі сонда мұның мәнісін білетін адамдар жауап берген екен. Ол түнде ұн салынған қаптарды арқалап Мәдина қаласының кедейлеріне таратып беретін еді дейді. Мінекей сол себепті артындағы көгерген сондай іздер сол үшін шыққан деп жауап берген екен. Құрметті жамағат, құрметті бауырлар, уақыт біз ойлағаннан қысқа. Өмір өтеді де кетеді. Кешегі күн өтіп кеткен күн. Ол тарих болып қалады. Ертеңгі күн бәршамызға ол жұмбақ, белгісіз не болатын. Ал бүгінгі күн Құдайдың бізге берген мүмкіндігі, пайдаланып қалайық. Бұл 24 сағат біткеннен кейін қияметте бірақ келеді ол. Ертең айтамыз ғой, ертең тағы да күн бар, ертең үлгерем, ертең деп. Ондай болмайды екен. Ертең де келетін ол жаңа күн, жаңа мүмкіндік. Зиратты, қабірстанды білеміз ғой, зиратты. Зираттың сол қабірстанда ертең намаз оқиын, ертең тәубе етем, ертең жақсылық жасайым, әлі үлгерем деген ертеңі келмей қалған қаншама адамдар бар. Олар ертеңге бап, оларға ертең сол келмей қалған.
Сол себепті құрметті жамағат, құрметті бауырлар, адам бұл өмірде ізгілікті, жақсылықты жасап үлгеру керек. Өмір тым қысқа ғана. Алла тағала баршамызға берекет берсін. Өмір жастарымыз ұзақ қылып, айтылған уағызымызға Алла тағала баршамызға аман нәсіп етсін.